Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Картофель пай қосылған, дәмі өте керемет дәмді болып шығатын, бар жоғы 4 заттан тұратын салат дайындадым. Міндетті түрде менімен бірге болыңыздар. Ең бірінші кезекте картофель пайымызды дайындап аламыз. 2 картошкамызды осындай үккіштен өткізіп, салқын суға 2-3 рет жуып аламыз. Одан кейін осындай майлықтың үстіне жайып, 5 минут 10 минут шамасында жақсылап кептіріп аламыз. Менің арнамда жаңа шыққан рецепттерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Табамызға майды құйып, жақсылап қызғаннан кейін аз-аздан картошкамызды салып, 3-4 минут шамасында орташа отта пісіріп аламыз. Салатымызды жасауға кірісеміз. Картошка пай, тұздалған қияр, жұмыртқа және де тауықтың еті қажет. Тауықтың етін духовкада немесе суға пісіріп алсаңыздар да болады. Осылай соломка етіп турап шығамыз. Одан кейін жұмыртқамызды да соломка етіп турап шығамыз. Тұздалған қиярымызды да турап аламыз. Тұздалған қияр немесе свежий қияр пайдалансаңыздар да болады. Мен тұздалған қияр пайдаландым. Салатымызды бір ыдысқа салып, картошка пайдың бәрін салып жібермей, кішкенесін бетіне қойғанға алып қаламыз. Дәміне қарай тұз, майонезді қосып, араластырып аламыз. Салатты тарелкаға салып, үстіне картошка пайды қойып ұсынатын боламыз. Салат өте дәмді әрі қарапайым жасалу жолы. Жасап көріп жатсаңыздар, видеоның астына комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.